Сәлеметсіздер оқырмандар, сіздерге осындай сырный блинчики деп аталатын ыстық күйінде желініп кететін өте дәмді болып шығатын құйманы әзірлейтін боламын. Басқа да рецепттерді жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қойсаңыз болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларды жарып, қант, тұз қосып араластырып аламыз. Венчик болмаса қасықпен бола береді, ол маңызды емес. Енді осыған сүт, жүгері, крахмал және ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді құймамыз біркелкі және түрі де әдемі шығу үшін осылай массамызды сүзгіштен өткізіп аламыз. Кейін осыған сары майды ерітіп құямыз, содан соң сыр және чеснокты үкіштен өткізіп алып, жаңа массамызға саламыз. Соңында қалауыңызша дәмін одан әрі ашатын көк шөптердің бірін салуға болады. Мен үйде бар көк пиязды кішірек етіп турап салдым. Сіздер аз көк немесе ақ желкен шөбін салсаңыздар да болады. Енді барлығын салып болғаннан кейін тағы да бір араластырып аламыз. Міне құймамыз осындай сұйық болады. Енді блины пісіретін немесе асты жабыспайтын табамызды алып, оған кішкене май жағып, отты қосамыз. Құйманы құйғанда осылай ортасы қалың болмайтындай табаны айналдыра отыра шет жағына қарай алмастырамыз. Міне шеті қызарғанда ауыстырып, отты азайтамыз. Себебі құйманы құйған сәтте сыр бетіне шығады, ал отымыз қатты жанып тұрса, аударған кезде сырымыз күйіп кетеді. Міне осылай барлығын пісіріп аламыз. 2-3 блины сайын сәл-сәл табаңызға май жағып тұрсаңыз болады. Піскеннен кейін қалауыңызша 3 бұрыш немесе дөңгелек етіп орауға болады. Ас болсын!